Абьюзерлік өмірден шаршадым. Сәлем достар, сіздермен бірге жасырын сыр арнасы. Каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Мөлдір алғаш рет Арманды көргенде жүрегі бірден тынышталып қалғандай болды. Оның жанында бәрі жеңіледі. Арман күле сөйлейтін, тыңдай білетін, әр сөзімен Мөлдірді ерекше сезіндіретін. Сені бұрын неге кездестірмедім екен дейтін ол. Мөлдір сол сөздерге сенді. Өйткені ол алғаш рет өзін біреуге шын керек адамдай сезінді. Басында бәрі керемет болды. Гүлдер, күтпеген қоңыраулар, қайдасың деген жылы хабарламалар. Бірақ уақыт өте сол қамқорлық өзгере бастады. Сен бұл киімді кимеші. Тым ашық. Ол құрбың маған ұнамайды. Маған көбірек уақыт бөлсең болмай ма? Мөлдір бастапқыда мән бермеді. Ол мені қызғанады, демек жақсы көреді деп ойлады. Бір күні Мөлдір құрбыларымен кездесіп, кешігіп қалды. Үйге кіргенде Арманның жүзі өзгеріп кеткен еді. Қайда жүрдің? Айттым ғой, қыздармен. Маған өтірік айтпа. Оның даусы суық, көздері бөтенеді. Сол күні алғаш рет Арман ашуын көрсетті. Айқай, ауыр сөздер. Мөлдір үнсіз тыңдап тұрды. Сосын баяу ғана, кешірші. Ол не үшін кешірім сұраған өзі де түсінбеді. Сол күннен кейін бәрі өзгере бастады. Арман Мөлдірдің әр қадамын бақылауға көшті. Телефонын тексеретін болды. Кіммен сөйлескенін, қайда барғанын сұрай беретін. Сен өзгеріп кеттің, бұрынғыдай емессің. Сен маған жеткіліксізсің. Бұл сөздер Мөлдірдің ішін жеп бара жатты. Ол өзіне күмәндана бастады. Бірақ әр жанжалдан кейін Арман өзгеріп кететін. Мен сені қатты жақсы көремін. Мен жай ғана қызғанамын. Мен сені жоғалтқым келмейді. Ол құшақтайтын, кешірім сұрайтын. Мөлдір қайта сенетін. Бұл тұйық шеңбер еді. Ауыр сөздер, көз жасы, кешірім, үміт, тағы да ауыр сөздер. Бір күні Мөлдір айнаға ұзақ қарады. Көзінің астында көгерген іздер, шаршаған жанар, күлкі жоқ. Бұл мен бе? Ол өз даусын әрең таныды. Сол кеште Арман тағы да ашуланды. Сен ештеңеге тұрмайсың, деді ол. Бұл сөз Мөлдірдің ішінде бір нәрсені үзіп жіберді. Бұл жолы ол жыламады. Түнде ол үнсіз чемоданын жинады. Әр затты салған сайын ішіндегі қорқыныш азая бастады. Оның орнына бір белгісіз батылдық пайда болды. Есік алдында Арман тұрды. Қайда бара жатырсың? Өзіме. Сен онсыз да ешкімсің. Мөлдір алғаш рет оған тік қарады. Жоқ, мен тек сенің қасыңда жүргенде ғана өзімді жоғалттым. Есік жабылды. Бұл жолы Мөлдір жыламады. Тек терең тыныс алды. Алғаш рет еркін. Кейде ең қатты айқай үнсіз болады, ал ең үлкен батылдық кету. Мөлдір кеткен күн оның жаңа өмірінің басы болды. Бірақ жаңа өмір әрдайым жеңіл басталмайды. Алғашқы түнде ол жалғыз отырды. Қараңғы бөлме, үнсіздік. Бірақ бұл үнсіздік бұрынғыдай қорқынышты емес еді. Бұл тыныштық болатын. Уақыт өте бастады. Мөлдір жұмыс тапты. Жай ғана өмір сүруді үйренді. Өзін қайтадан жинады. Әр күн кішкентай жеңіс сияқты еді. Бірақ бір күні бәрі өзгерді. Ол өзін әлсіз сезінді. Бас айналу, шаршау. Алғашында мән бермеді. Кейін дәрігерге барды. Сіз жүктісіз. Бұл сөз оның жүрегін бір сәтке тоқтатқандай болды. Үйге қайтып келе жатып, Мөлдірдің ойы сан-саққа жүгірді. Қуаныш па, қорқыныш па? Екеуі де. Түнде ол терезе алдында ұзақ отырды. Қолын ішіне қойып алғаш рет сыбырлап сөйледі. Мен сені қорғаймын. Сол сәтте ол жалғыз емес екенін түсінді. Жүктілік оңай болған жоқ. Кей күндер ол қатты шаршайтын, кейде жылағысы келетін. Бірақ бұл жолы ол өзін кінәламады. Ол күресіп жатқанын білді. Арман туралы ойлар кейде қайта оралатын. Айтсам ба, білсе не болады? Бірақ ол шешім қабылдады. Бұл өмір енді оның және баласының өмірі. Айлар өтті.
Бір жаңбырлы түнде ауыр толғақ басталды. Ауру, қорқыныш. Бірақ сол ауырлықтың ішінде бір үміт бар еді. Бірнеше сағаттан кейін сәби жылаған дауыс шықты. Мөлдір жылады. Бұл жолы ауырлықтан емес. Қолына кішкентай ғана қыз баланы берді. Ол оны құшақтап сыбырлады. Сен менің ең үлкен батылдығымсың. Жаңа өмір басталды. Ұйқысыз түндер, шаршау, бірақ сонымен бірге шынайы махаббат. Ешқандай қорқынышсыз, ешқандай айқайсыз. Бір күні мөлдір айнаға қайта қарады. Бұл жолы ол өзін таныды. Көзінде шаршау бар, бірақ қорқыныш жоқ. Оның орнына күш бар. Қызы алғаш рет күлімсірегенде мөлдірдің жүрегі жылып кетті. Сол сәтте ол түсінді. Ол тек өзін ғана емес, бір өмірді құтқарып қалды. Қызы дүниеге келгеннен кейін мөлдірдің өмірі өзгерді. Кішкентай ғана жүрек оның бүкіл әлеміне айналды. Бірақ өткен оңай жібермейді екен. Бір күні телефон шыр етті. Экранда бір ғана есім тұрды. Арман. Мөлдірдің жүрегі дүрсілдеп кетті. Қолдары дірілдеді. Ол ұзақ қарады. Көтермеуге де болатын еді, бірақ көтерді. Қалайсың? Сол таныс дауыс. Баяу, жұмсақ. Кездесу ұзақ күттірмеді. Арман бұрынғыдай емес еді. Тыныш, сабырлы, көзінде өкініш бар. Мен бәрін түсіндім. Мен өзгердім, сенсіз өмір сүре алмадым. Мөлдір үнсіз тыңдады. Ол сенгісі келді, өте қатты. Қыз үшін бе, өзі үшін бе, мүмкін екеуі үшін де. Олар қайтадан бірге бола бастады. Алғашқы күндер тыныш өтті. Арман жұмсақ сөйлейтін, көмектесетін, қызына қарасатын. Мөлдірдің ішінде үміт қайта жанды. Бірақ бір күні, бұл кім деді Арман телефонға қарап. Жұмыстан әріптес қой. Ол үндемеді, бірақ көзқарасы өзгерді. Сол күннен кейін бәрі баяу қайталана бастады. Оған неге жазасың? Сен тым көп күлесің. Сен өзгеріп кеткенсің. Мөлдір қайтадан таныс сезімді сезді. Қысым, қорқыныш, өзін ақтау. Бір күні құрбылар шақырды. Барып келейін деді ол жай ғана. Арманның жүзі бірден суып кетті. Саған олар маңыздырақ па? Үйде балаң бар, неге сен әрдайым сыртқа ұмтыласың? Мөлдір бармады. Келесі жолы ол жай ғана боянды. Айна алдында сәл ғана күлімсіреп тұрған. Қайда бара жатырсың? Ешқайда, жай. Онда неге боянып алдың? Даусы қайтадан қатайды. Ұрыс басталды. Саған біреу керек пе? Кімге ұнағың келеді? Мөлдір үнсіз қалды. Ішінде бір таныс ауырлық қайта оралды. Түнде ол ұйықтай алмайды. Қызы жанында тыныш ұйықтап жатыр. Ал өзі тағы сол сұрақпен қалды. Шынымен өзгерді ме? Келесі күндері Арман бұрынғыдан да бақылағыш бола түсті. Телефон, киім, сөздер, тіпті күлкісіне дейін. Бір күні ол айқайлады. Сен мені қайтадан ақымақ қылып жатырсың. Мөлдірдің жүрегі селк етті. Бұл бұрынғы Арман еді, өзгермеген, тек уақытша жасырынған. Мөлдір терезе алдында тұрды. Қолында қызы, сыртта жел соғып тұр, ішінде дауыл. Ол баяу сыбырлады. Мен тағы да сол қателікті жасап жатырмын ба? Қызының кішкентай қолы оның саусағын қысып алды. Сол сәтте мөлдір бір нәрсені анық түсінді. Бұл енді тек оның өмірі емес. Екі жол тұрды алдында. Қалу, бәрін қайтадан бастан кешіру. Кету, тағы батылдық табу. Есік үнсіз тұр. Бұл жолы оны кім ашатыны мөлдірдің өзіне байланысты. Сол түні мөлдір көп ойланбады. Қызының қасында тыныш ұйықтап жатқанын көріп, бір ғана шешімге келді. Таң атпай ол тағы да чемоданын жинады. Бұл жолы қорқып емес, нақты шешіммен. Арман ұйықтап жатқан. Мөлдір оған қарамады да, есікті жай ғана жапты. Бақыт біреудің жанында қалу емес, бақыт өзің болып өмір сүру. Мөлдір кеткен күн оның бақытты өмірінің басталған күні болды.